Сәлем достар, мен сіздермен штрудельдің оңай дайындау тәсілімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге керекті заттарымыз ет, пияз, сәбіз, картоп, томат, тұз, соевый соус және де мен приправа 12 овощей дегенді қолданамын. Сіздер қалауларыңызды қолдансаңыздар болады. Және де дайын қамырларымыз. Етімізді бірінші әдемілеп кесіп аламыз осылай. Майдалап, керекті формада турап аласыздар. Қандай сіздерге ұнайды, солай үлкен қылып немесе кішкентай қылып, мен осындай формада тураймын. Және де бұл жерде қолданатын тестаны айта кетейін. Оны мен өзім қолдан жасаймын. Менің YouTube страничкамнан қарасаңыздар болады, сол жерде көрсетілген. Етімізді турап болғаннан кейін осылай пиязымызды әдемілеп ұсақтап турап аламыз. Қандай формада сіздерге ұнайды, солай турайсыздар оны да. Одан кейін сәбізімізді тураймыз. Мен тоже сәбізді осындай формада тураймын. Сіздер де қалауыңыз бойынша турайсыздар. Бізде үйде кішкентай балалар сәбізді қатты ұната қоймайды, сол үшін мен осылай майдалап тураймын ұсақтап. Содан кейін осылай картопымызды турап аламыз. Тоже сіздерге қандай форма ыңғайлы, сондай формада турайсыздар. Мен осындай формада турадым. Бәрін осылай әдемілеп турап алғаннан кейін қазанымызды қойып, астын жағып, майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Майымыз қызғаннан кейін пиязымызды осылай салып, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз осылай әдемілеп қызарғаннан кейін үстінен етімізді саламыз, жақсылап араластырып, тұзымызды салып, жақсылап етімізді қуырып аламыз. Содан кейін ашып, жаңа туралған картопымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және де үстінен томатымызды саламыз әдемілеп. Дәмдеуішімізді саламыз. Дәмдеуіш салмасаңыздар да болады, бірақ біздің отбасымызға осы дәмдеуіштің дәмі ұнағандықтан мен осы дәмдеуішті қосамын. Содан кейін үстінен соя тұздығын қосамыз осылай. Жақсылап араластырып, аузын жауып, осылай пісіріп аламыз. Содан кейін пісті-ау деген кезімізде үстінен әдемілеп тұрып суымызды құйып, бұқтырып пісіріп қоямыз. Суымыз қайнап, етіміз піскеннен кейін жақсылап араластырып, үстінен жаңағы дайын қамырларымызды осылай салып шығамыз.
Мінекей өте дәмді, оңай жасалатын штруделіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.